Ал, бисмилля. Біз Жаңаөзен халқы бүгінгі жиналуымыздың мақсаты Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеу айту. Тоқаев мырза, біздің үндеуде ешқандай жеке мүдде жоқ. Біз еліміздегі мешіттердің ашылуын, емін-еркін құлшылыққа жағдай жасалуын талап етеміз. Санитарлық дәрігердің қаулысында барлық мекемелерге, банктарға, ойынханаларға, кафелерге, тағы да басқа орталықтарға белгілі бір режиммен қауіпсіздік шараларын қолданумен жұмыс жасауға жағдай қарастырылған. Алайда ата-бабамыз ұстанған дінге келгенде мешіттеріміз жабық, іші бос, қаңырап тұр. Тоқаев мырза, біз 4 ай сабыр сақтадық. Қашанғы күтеміз? Қол астыңыздағы қызметкерлерге тапсырма беріңіз. Мешіттер ашылып, ішінде емін-еркін құлшылық жасауға жағдай қарастыруды ұйымдастырсын. Осында тұрған барлығымыз осы елге қызмет жасап, салық төлеушіміз. Біз билікке қарсы емеспіз, бірақ біз мешіттеріміз жабық тұрғанынан наразымыз. Осы тұрғандардың барлығының талабы тек мешіттердің ашылуы ғана. Солай ма? Мешіттер ашылсын! Ашылсын! Мешіттер ашылсын!